Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырып несеп түзу механизмдері. Адам организмде несепті түзетін орган бұл бүйрек. Біз өткен сабақта бүйрек анатомиясын талқылаған кезде бүйректің қалай қанмен қамтамасыз етілетінін айтқан болатынбыз. Енді бүйрек қалай зәр түзеді, соны талдайық. Негізгі зәр түзілудің 3 сатысы бар. Ол шумақшалық фильтрация, түтікшелі реабсорбция және түтікшелі секреция. Шумақшалық фильтрация ол нефрон денесінде жүзеге асады. Нефрон денесінде екі элементті ажыратамыз. Ол Мальпигий шумақшасы және де Боумен капсуласы. Мальпигий шумақшасы ол әкелуші артериола және әкетуші артериоладан тұрады. Бұл фильтрация нәтижесінде бізде біріншілік зәр түзіледі. Одан кейінгі түтікшелі реабсорбция. Мына көріп тұрған дисталь түтікше, проксималь түтікше, генле түтікше ілмекшесінде бізде реабсорбция және секреция фазалары жүреді. Осының нәтижесінде бізде екіншілік зәр түзіледі. Екіншілік зәр, кешірім сұраймын, біріншілік зәр бұл қан плазмасының айырмашылығы тек оның құрамында биолог болмайды, қалғанның барлығы біріншілік зәрдің құрамында табылады. Енді екіншілік зәр бұл қалыпты адам күнделікті зәрге шығарып жүрген бүкіл аммиак, мочевина және басқа да өнімдер табылады. Біріншілік зәр бұл тәулігіне 150-180 литрге дейін өндіріледі және де реабсорбция және секреция фазаларының арқасында бұл 1,5-2 литрге дейін азаяды. Яғни адам тәулігіне 1,5-2 литр ғана зәр шығарады. Ол әрине адамның өзінің күнделікті атқарған жұмысына, қабылдаған сұйықтығына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Енді шумақтық фильтрация ол шумақшадағы Мальпигий шумақшасынан Боумен капсуласына қарай өтеді. Оған негізгі 3 қысым әсер етеді: гидростатикалық қысым, онкотикалық қысым және мембраналық қысым. Гидростатикалық қысым ол мұны әкелуші артериола және әкетуші артериола диаметріне байланысты туындайды. Яғни әкелуші артериола диаметрі үлкен, ал әкетуші артериола диаметрі кішкентай. Соның әсерінен бізде гидростатикалық қысым туындайды. Одан кейінгі онкотикалық қысым. Онкотикалық қысым бұл қандағы белоктарға байланысты. Белоктар олар құрамы гидрофильді, яғни олар суды жақсы көреді, өзіне суды тартады. Соның әсерінен онкотикалық қысым туындайды. Мембраналық қысым бұл мына Боумен капсуласының сыртындағы мембраналардың мына шумақшаға түсіретін қысымы. Енді гидростатикалық қысым бұл үшеуі фильтрациялық қысымды береді. Гидростатикалық қысымнан біз онкотикалық қысымды және мембраналық қысымды азайтқан кезде сонда бізде фильтрациялық қысым шығады. Ол қалыптыда 12 мм сынақ бағанасына тең болады. Енді бізде шумақтық фильтрация жүру үшін бізге 3 элемент қажет. Ол ең алдымен мына артериолалардың эндотелий қабаты, одан кейін мына мембрананың висцеральды қабаты, яғни базальды мембранасы, және осының астында бізде жалған аяқтар немесе подоцистер орналасады. Эндотелий қабаты негізінен қан элементтерін өткізбейді. Базальды қабаты және подоцистер олар ірі молекулалы белоктарды, яғни альбумин, глобулиндер сынды қанға керекті заттарды өткізбеуге тырысады. Негізінен қалыпты жағдайда олар мүлде өтпейді. Одан кейін бізде түтікшелі реабсорбция. Бұл қайта сіңіру деген сөз. Бұл кезде түтікшелерден қанға қарай, яғни мыналар түтікшелер осыдан қанға қарай қажетті элементтерді өзіне тартып алып отырады. Ол кезде бізде пассивті және активті реабсорбцияны ажыратады. Яғни пассивтің өзі диффузды және осмостық қысымдарға байланысты өтеді. Яғни қандағы түтікшелердегі қысым жоғары болатын болса, мысалы мочевинаның қысымы, концентрациясы түтікшелер жоғары болатын болса, ол артериолаларға қарай концентрациясы көп жақтан концентрациясы аз жаққа қарай өте бастайды. Ал активті бұлар энергияны қолданады. Олар калий, натрий насостары арқылы өтіп отырады. Проксимальды бөлікте негізін органикалық заттар және су сіңіріледі. Осы кезде судың 85%-ға дейінгісі қайта
сіңіріліп алынады. Одан кейін бізде проксималь еректелген, проксимальды тік, одан кейін бізде генлия ілмешігі кетеді. Мынау бізде генлия ілмешігі болып табылады. Генлия ілмешігінің бізде төмендеген және жоғарылаған бөліктерін ажыратамыз. Генлия ілмешігінің төмендеген бөлігінде негізінен натрий сіңіріледі. Яғни түтікшелерден қанға қарай натрий сіңіріледі, және де мына жерден бұлар натрий осмостық қысым тудырады да, генлия ілмешігінің төмендеген бөлігінде негізінен гиперосмолярлы болып келеді. Ал мына жоғары қарай натрийдің бәрі сіңіріледі. Соның әсерінен бізде изоосмолярлы немесе гипоосмолярлықты тудыруы мүмкін. Одан кейін натрий ол осмостық қысым өзіне суды тартады. Соның әсерінен натрийдің арқасынан қанға қарай сулар өте бастайды. Одан кейін дистальды еректелген бөлікте натрий калий алмасуы альдостеронға байланысты жүреді. Яғни екі калийді түтікшелерге беру арқылы қанға 3 натрийді сіңіріп алады. Бұл альдостерон гормонына байланысты. Одан кейін мына жинағыш түтікшелерде бізде гипофиздің артқы бөлігінен бөлінетін вазопрессиннің арқасында сулардың реабсорбциясы жүреді. Енді түтікшелі секреция. Түтікшелі секреция бұл қаннан түтікшелерге өтеді. Яғни қандағы өтпей қалған қандай да бір элементтер бұлар түтікшелерге қарай өте бастайды. Ол организмге қажет емес гипур қышқылы, аммиак, калий, сутегі, мотивина, бөгде заттар, мысалы адам пенициллин қабылдаған болса, пенициллиннің қалдық өнімдері барлығы да түтікшелер арқылы түтікшелерге қарай өте бастайды. Одан кейінгісі, енді біз қысқаша қайталап өтетін болсақ, бізде әкелуші артериола және әкетуші артериолардан гидростатикалық қысым, онкотикалық қысым және де мембраналық қысым арқылы бізде біріншілік зәр түзіледі. Біріншілік зәр ол Боумен капсуласына түседі. Боумен капсуласына олар қайтадан әкетуші артериолалар, олар қайтадан екіншілік сет құрайды да, соның әсерінен қайтадан қанға қарай қажетті заттар реабсорбцияланады және де қаннан түтікшелерге қарай секрециялық процестер жүреді. Осының әсерінен бізде біріншілік зәр туындайды. Біріншілік зәр 1,5-2 литрге дейін жетеді. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, чаттарда таратып, мені қолдап кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.